Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін біз осындай бір жасағаннан шығатын, қатпарлы әрі жұмсақ болып шығатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін міндетті түрде қараңыздар, рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен бізге су және тұз қажет. Оның үстінде ұнымызды елеуіштен өткізіп, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр шықты. Осы қамырымызды пакетикке салып, осылай 5-10 минутқа қалдырамыз. Осы уақытта біз салмасын дайындап алатын боламыз. Тартылған етімізге пияз және картопты ұсақтап турап қосамыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. Осылай тұзымызды және бұрышымызды салып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Енді алдымен илеп қойған қамырымызды алып, екі зола жасаймыз. Осылай екі золаға жасаған ыңғайлы, жаюға да ыңғайлы мен үшін. Осылай екіге бөліп алдым. Енді золаны жасап болғаннан кейін дәл осы уақытта сары майымызды қыздырып, осындай сұйық етіп баяу отқа қойып қоямыз. Майымыз бір қайнап шығуы қажет. Менде 82-дегі 5% май. Осылай барлық майымыз еріп, осылай бір қайнап шыққаннан кейін майымыздың астын өшіріп суытып қоямыз. Енді біз бірінші тестамызды, қамырымызды жайып бастаймыз. Осылай жаймен сағаттың тілімен оңға қарай жайып аламыз. Сонда бір келкі әдемі қамыр шығатын болады. Осылай ортасына кішкене етіп, аз-аздан ұн салып, қамырымызды жаямыз. Бірінші қамырымызды жайып болдық, ортасына осылай ұн сеуіп, бірінші қамырымызды бүктеп шетке алып қоямыз. Енді екінші қамырымызды да дәл солай жайып аламыз. Біздегі ерітілген 250 граммдық сары майымыз екі қамырымызға да жететін болады. Енді екінші қамырымызды жайып алдық, оның үстіне де сары майымызды осылай бетіне жағып шығамыз. Сары майымыз кебуі керек, бетінде осылай ашық күйінде 5-10 минут қалдырамыз. Енді оның үстіне бірінші қамырымызды осылай қойып, бірінші қамырымыздың үстіне де сары майымызды жағып аламыз. Осылай екі қабаттап жасайтын боламыз самсамызды. Бұл қамырдың үстіне де сары май құйып, осылай бетін майлап шығамыз. Бұл майда кебуі керек, беті құрғауы керек. Сосын барып ораймыз. Менің қамырым 5-10 минуттай тұрды. Енді орап самсамызды жасай берсеңіздер болады. Немесе морозилке тоңазытқышқа сақтап қойсаңыздар да болады. Осылай қатпарлы болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Достар, біздің қамырымыздың ортасына жаққан сары майымыз, яғни салқын болуы қажет, және ол қамырдың бетіне жағылғаннан кейін қамырдың бетінде сәл қатуы керек, яғни 5-10 минуттай ашық күйінде қалдырамыз. Сосын барып қамырды орасаңыздар, самсамыз өте әдемі болып шығатын болады. Енді барлық самсамызды осылай жайып шығамыз. Қамырымыздың бәрін осылай жайып алдым. Енді ортасына начинкамызды салып, қалауыңызша түйе берсеңіздер болады. Мен осылай барлығын үш-бұрыш етіп түйіп шықтым. Осылай түйіп, пергамент төселген табамызға теріс қаратып салатын боламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, достар, 20 данасы шығады екен. Осылай енді самсамызды түйіп болғаннан кейін бетіне бір жұмыртқаны жағып шықтым. Бетін әсемдеу үшін күнжіт немесе мак қолдансаңыздар болады. Осылай күнжітті сеуіп шықтым. Енді 180 градуста 25 минутқа печкеге салып пісіріп алатын боламыз. Достар, біздің самсамыз пісіп шықты. Өте әдемі, қатпарлы болып пісіп шықты, жұмсақ. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Сіздермен болған Айдана, қош сау болыңыздар.